Сәлем достар, Қызғалдақ мұңы сериалында Жемренің рөлін сомдаған Қазар Мотан туралы қызықты деректерді айтамыз, сондықтан лайк басып каналға тіркеліп кетіңіздер. Қазар Мотан 1990 жылы 13 желтоқсанда Анкарада өмірге келген түрік телехикаясы және кино актрисасы. Бойы 172 см, салмағы 55 келі, жұлдызнамасы мерген, көзінің түсі көк. Актрисаның анасы режиссер болғандықтан кішкентай кезінде түрлі түсірілімдерді, актерлардың өнерін сырттай бақылаған. Сөйтіп бірте-бірте кино әлеміне қызығушылық оянған. Өзінің сұхбатында анасы оның барлық бастамасын қолдап қолпаштағанын айтады. Сондықтан Анкара қаласында актерлік шеберлік мамандығы бойынша білім алған. Алғаш 1997 жылы анасы түсірген Құмырадағы гүл фильмінде бала актриса ретінде рөл сомдаған. Қазар Мотан бос уақытында түрлі фильмдерді көріп, көп ізденгенді ұнатады. Әсіресе сүйікті актерлары туралы барлық жаңалықты қарап сұхбаттарын үзбей оқиды. Көбіне Стамбулдағы тарихи мұражайларды аралап, шабыт іздейді. Актриса осыған дейін бірнеше фильмге түскенімен оған танымалдығы келген Қызғалдақ мұңы сериалындағы Жемренің рөлі. Ол түсірілім алаңына барған сайын мектепке бара жатқандай сезінеді екен. Жалпы телехикая 3,5 жылға созылып Түркиядағы ең танымал сериалға айналды. Достар, видеомыз ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналға тіркеліп кетіңіздер.